Үйіңізге игілік бағалы біздің телекаруышылар. Кеш яқшы болсын республика деп аталған көрсетуімізді баслаймыз. Бүгін бізде қонақта біздің ершіміз Мариям Утакаева. Мариям, қош келдің біздің студияға. Бірінші келіп тұрысың бізге, аяғың ярасын, сондай йолғысларың, икон концертлерің яшауыңда көп болсын. Біз білгенімізше бұл бізде әйелдің елі. Соның үшін бірінші сұрауым, өзің сен қайсы ауылда, қайдай әйелді туып өскөсің, қайтып атаң-анаң сені тербиялағанлар, бұл яшау жолына салғанлар? Мен бүгін сөзімді басылам келеді. Атаман анам Адил халықты тұрадылар. 30 жылдан артық север бойында құл өткенер. Мен де сорман бірге тұрғамын, сонда туғамын, өскемен. Бевем де бар. Енді қалған северде құл өтеді. Мен әйелімен атаман анам көшкенен соң пенсия шығып көштілер ауылға ше. Мен де көзім қызып кетті. Өзім атаман анамды бек сүйемен. Тұра алмаймын онсыз, орсыз. И құлығымды ауыстырайым дедім де Ставрополь қаласына көштік әйелімен. Мамамын, папа почти 40 жыл яшайлар уже бірге. Бұл 38 жыл болды бірге яшайтанары. Шалттан 40 жыл болақ. Бек зауқланамын. Олар бізді өстіргенер балалай көтереміне сүйген затымызды етіп, сүйген затымызды исполнять етіп тұрғанар. Бір күнде ұрысқан жоқлар. Бір затқа да қайым көзіміз қысса, бір заттан да кем етіп өстірген жоқлар. Ағарған сенің шашыңа қарап, ойланып анам тұрамам. Ястықты емсақ астыңға салып, көздеріңге мен қараймын. Немерелерің шауып жүреді, сүйініш көрдім көзіңде. Бақты дегенің, бала дегенің, түсіндім ана бүгінде. Құдайым менің саға тілегім, сақлап тұр менің анамды. Анам мен сенің көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Ақ тілектерді қабыл ет Алла ойымды. Анам мен сенің көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Құтлаймын анам туған күнің, иылған сен үшін қонақлар. Қуанышыңды бөлеміз сенмен, яныңда болсын қардашлар. Насыплы бол сен менің ярығым, кешелеп кетсек қайғырма. Есімде тек сен менің аруым, анам менің тек ауырма. Құдайым менің саға тілегім, сақлап тұр менің анамды. Анам мен сенің көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Ақ тілектерді қабыл ет Алла ойымды. Анам мен сенің көргім келеді, 100 жасқа келген тойыңды. Сақлап тұр менің анамды. Анам мен сенің
Сауосынар тілді де үйреткенер. Сауосынар, міне папа бізде бір күнде үйде орысша сөйлеген жоқ. Ауылға кесекті, атайман авай көтерен оғайша сөйлеп, біз орысша білмейміз, біз орысша сөйліктіміз деп намайтан еділер. Құрын оғайша сөйлейтан еділер. Сауосынар, соғын арқасымын бізде тілді де білгеміз, авайман ақай бек сүйетан еді, газета ноғайдавысы денді. Соны кесе почтальон менде алып оқитаным, аңламасам да, білмесем де, ярайтан еді. Тілді сүйгемен яңғы өрен ойда 33 жыл тұрғамын, ЗАГСте құлғы өткемен. Сондай интересный историям болған. 2014 жылда, 14 жылда конкурс болған. Специалистлер, молодые специалисты, окружной конкурсқа мені сайлап евергенер ЗАГСтен. Со заманда традиции надо было показать народа. Мен сөйтіп ойландым, менің халқым әдетлері көп, соны көргізсем екен деп. Құлықталар көтіре разы болып, бек сауосынар ярдамаслар көтіре зауқланып мені еверділер. Костюмларды бергенер маға қайым. Көтіре керек затымды, саулай затымды жиып еверділер. Сол округта, Салихардта телевизордан да көрскенеділер. О заманда қардашларым да ауылда көргенде зауқланып звонит етенеділер. Көтіре молодец, сау бол, біздің халқымыздың әдетлерімізді, өзіміздің әдем болып телевизорға шыққасын деп бек зауқланғанар. Сөйледе декретке шыққамын. 3-ші баламын. Аллаға шүкір, 3 ұлым бар. Ойландым, 10 жылдан артық құлғы өткемен ЗАГСте опытым икон. Той жүргісті аламын. Тойдан басқа любой байрамда жүргісті алақпан. Не десең, көп затпан алысқамыз біз ЗАГСте. Құры той тұтта, бала туса да мероприятие еткеміз. День городаға да осын выступайтып тұрғамын көтіре заманда да. И бек сүйетаным ойнамаға. Кішкелей сүйетаным, оқуман көп алысқамын. Оқудан соң, құлыққа шыққанда, мамам папа айттым, разы болсаңыз, национальный ансамбль ашылған еді. Ансамбль национального танца, горные вершинеден, Унежев Махмуд Аюбовичка. Барайымта деп папаға тіледім, папа ашы бар деді. Сонымен уже икон қыздатуым уже 20 жасында барғамын мен онда ойнамаға. Икон құлғы өтетаған қыз болып. Сол заманнан бертілі ноғайлардың ойынын біліп, ойнап. Концертте бір қайтам бір қызымыз ақашылды да, ерлі алмады. Соны орна тіледілер. Мәрием ерлі тұсыма. Неттім ашы ерлап қарайым. Өзімге де ярайтан еді ерламаға. Сол заманда сценаға шыққанда біраз ялған деті тәнім, тартынған деті тәнім. Кенімде концертте ерладым, бірінші қайтам сол заманда. Когда-то народ мой ногайский Кавказ крышей мира назвал. С тех пор этот край величавый нам родиной матерью стал. Там Эльбу стоит сверкая, по-нашему он Аксакал. Там Терек течет разветвляясь, а здесь Пятигорье Биштау. Там Терек течет разветвляясь, а здесь Пятигорье Биштау. Это солнечный Кавказ, это родина моя. Под небесною волчицей жил народ там мой всегда. Славлю я народ ногайский, песню я ему пою. Процветай, народ ногайский, в этом солнечном краю. Процветай, народ ногайский, в этом солнечном краю. Как будто друг с другом играя, текут Зеленчук и Кубань. И птицы весной прилетая, зовут нас на праздник Байрам. На этой земле благородной немало друзей у меня. Наш праздник
этим довольная я. Наш праздник удался сегодня, и этим довольная я. Это солнечный Кавказ, это родина моя. Под небесною волчицей жил народ там мой всегда. Славлю я народ нагайский, песню я ему пою. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Это солнечный Кавказ, это родина моя. Под небесною волчицей жил народ там мой всегда. Славлю я народ нагайский, песню я ему пою. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Славлю я народ нагайский, песню я ему пою. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Процветай, народ нагайский, в этом солнечном краю. Со ердыда міне сөйле мен ерлаймын Солнечный Кавказден. Сол заманда 2009 жылда отчетный концертте бергенбіз біз. Со ермін шыққан ем, бірінші қайтам сценаға. Бек ярайды ойыр, Инара Алакаева ден қыз ерлайтан еді. Мен оны лично танымаймын. Мұса осын бегар ойыр, өзімге бек ярайды, не десең халқымыздың ақнын. Мен сонды ерларды бек сүйемін патриотически. Не десең білдіргіміз келеді. Көтірі қыралыларда өзін барын, өзін несін білдіргілер келеді. Менде со бек білдіргім келеді, ноға екенімді, бізде сондай ару адамдар бар екен. Ерларды да сөйле ерлаймын ноғай тілде. Даже известный болса да, орыслардың ерін, сау болсын, ятқан ері енетлі болсын, Рима Утемисова көшірген еді заманда сорды ноғайша. Ерлағым келетан орды адамнер аңын білетті, подпевает келер келеді. А міне өзім тіліммен ерласам, интересоваться етіп тыңайдылар. Міне ютубқа саламын видеоларымды. Сонда уже бір ерімға 5000-нан артық просмотр бар. Ерлап яңы баслағамын. Январда яңға еткейді. Канал ашқамын өзімге. Ма көре, о бек көп адам қараған деп санаймын. Не десең, ерші болып оқығанда жоқпын. Вообще мен оқығамын юристке төменде. Бухгалтер. Менде екі қызыл дипломым бар. Кереккен жоқ деп айталақтымын. Не десең, қолғытке мен госслужбада 15 ел практически стажым бар. Сөйле декретте тұрсам да, как бы стажменті барады. Соншын өзімше ойландым, өзім халқымға бір пайда етсем, ерлап, қайдам той үргістіп, біреуге де осын яраса маға дару, мен де зауқанамын сонаға. Міне әйеліңді аңлайдылар ма? Қосағың аңлай ма демеу етеме сен сұс құлығыңды? Сау болсын, байым бек ярдам етеді. Бір күнде ұрысқан жоқ, бір күнде айтқан жоқ, керексіз атпан алсасын деп айтпайды. Саға ярай болса, маға да ярайды деп тұрады. Сау болсын, бек поддерживат етеді. Атамда, анамда бек поддерживат етеділер. Яратадылар етеді анзатымды. Мен бұрынғы елді вокалға yazылдым. Ойландым, ерлап баслақ болсам, біраз да осын үйренмей керек. Не десең, дауазың болған үшін, онда нетпе керекті, үйренмей керек көтір затқады. Өз-өзінен бір затты болмайды. Соннан вокалға yazылдым. Вокалда біраз уже ұсталығым білініп басланған заманда, со заманда ерлар yazып басладым. Байым сона ет, көтірі, если саға керек болса, давай аппаратурада алайым, қайым студияда етіп қарияқ деп бек нетеді әше.
Ярдамласады мага. Балларым да зауқланады. Балларым каждыйында телефоны бар, Аллаға шүкір. Көтіре видео салсам, сразу первый кіріп қарайдылар, қайым лайк, коммент, көтіре сөйтіп тұрадылар. Мама, қайдару ерлайсың, қайдару болған, қайдару дұспаттың, мен деп савосынар мақтап тұрадылар. Мына өзіңнің балаларыңды қайтып тербиялайсың. Өзіңнің атаң анаңнан алған үлгіңді өзіңнің балаларыңа да беретам боларсың. Ашы, міне менде ағамдай болып ноғайша үйреткім келеді балаларға. Пока болмайды, шын айтсам, не десең, сөйлегі яшауда, ауылда даже балалар сөйлемейді бір-бірімен ноғайша. Авайларда, атайларда уже қойғанар балалар ноғайша сөйлейтанарын. Ауылға балалар келсе басылайдылар орысша айтып. Не десең, нар аңламай вор ноғайша. Яда айтсалар балалар не реагируют. То есть нетпейлерді тыңламайдылар. Соншын ойланадылар, нар бізді естпейді. Олар естеділер көтірезаттыр. Олар біз телефонда ойнайдылар да көп, соншын внимание бермейлер қарт адамдерге. Қарт адамдер өзлерінше ойланады, нар бізді естпейлер дейді. Соншын сөйлегі яшауда орысшаға көп нелер қырал көшкен. Мұрадым бар балаларға ноғайша үйретпеге. Өзім Уренгойда оқысам да, айтамын, как бы атам-анам үйреткен ноғайша тілді мұтпа деп үйреткенер. Аллах айтса, кішкейім аңлайды, сөйлейді, біраз көтіре сөзімді ноғайша тыңлайды. Соншын иконерді ақырын-ақырын үйренетір. Орда бізге қарап, кішкеймен уже ноғайша сөйлеп басыланар. Ойланымын, что үйренік борлар. Яс балаларымға қайым біраз қаты болып та тұрамын ашы. Яс балаларды бекте нетпе нельзя, свободы давать. Қайым байымын бірге отдыхқа шығамыз балалармын қайым. Иконолым бек футболмын сүйеді алыспаға. Сүйген затларын етеміз. Не десең, өзіміз сөйтіп өскеміз. Бізге көтірез атымызда атамыз, анамыз еткен, бергенер. Бізде балаларға сөйтіп зауқланып, еткен затларына поддержка етіп тұрамын. Екінші ұлым бек конструктор сүйеді. Міне Аллах айтса школға баряқ. Күзде школға баряқ. Со заманда школа робототехникеден бар қасымызда. Сонда берік боламыз. Бек сүйеді. Бек алсады, өзіде айтады, мама, мен разработчик игр болғым келеді дейді. Мұрадына етсін. Мұрадына етсін. Көтіре бір күнде айтқан жоқпын, қайым, бір шеменді алыспаңыз, яда бір шей сізге керекті деп. Любой затына зауқланып тұрамын. Не десең, балады үйде сүймеселер, орамда тем более біреуде сүйіпті. Самый главный со, атамыз ван, анамыз сүйіп көргіскенер, бізде балаларымызды сүйеміз. Мәриям, сен бір екі газетті әкелгесін өзіңмен мұнда не зат баспаланған, мұнда сіздің әйеліңіз, сенің құлығың ақында айтылған болар со ма? Менің әйелімде тұл, мен мұнда Яңа Уренгойда құлығы татан заманда ЗАГСты интервью алатанылар бізден. Сон біраз ақай мен неткенім, бір страница шыққан, интервью бергемен для молодоженов. Как вступать в брак, какие нужны документы, сонды нетнақнан. Начальнигім бек сүйетан еді, бек сенетан еді маға. Любой заманда міне бізде қайдару специалист бар, сонадан барып сораңыз, соны барып картке түсіріңіз. Просто даже міне картке түсірік заманда газетке со мені алдыға салып, сауысын бек неткен. Ашы, енді мұны Ставропольға көшкенде, сен сол жолыңнан бардың ма? Ставропольға көшкенде, мен басында Яңа Уренгойда көшіктен алдым, мұнда Ставропольға келіп конкурс проходить еттін. Управление ЗАГСке Ставропольского края. Сонда конкурс проходить еткенде уже онан соң көшіп кегемен. Андан расчет алып, мұнда қайттым. Практически переводом. То есть мен соқылығымды тоқтаған жоқпын ашы. Соқылығымын барғамын. 2022 жылда, правда, администрация көштін. Шақырдылар сонда құлыққа. Мен сонда көштім. Не десең, біраз управление ЗАГСтың құлығы, отдел ЗАГСтың басқасы бар әші. Қайтып айтайым, отдел ЗАГСты мазат ярайтан еді, адемнермен сөйлейтаным, адемнердің зауқланғанын, сұқланғанын көргемен. Өзімде сормын бірге памайып тұрғамын сорға. Адемнердің зақ болдымда ойландым, басқа құлық болса екен деп ойландым да,
сөйтіп ойланғанымға басқа жерден де қуықшыға қойдым аға. Басқа жерге шақырдылар, отдел кадров болып көштім. Онда да адемнер сау болсын, ару адемнермен құлық өтемен, сөйле декреттемен. Айтпасам да болмайды, жүрегімге сыймайды, сенің қара көздеріңге көк көздерім тоймайды, көк көздерім тоймайды, сенің қара көздеріңге көк көздерім тоймайды, көк көздерім тоймайды. Ерла, ерла десеңіз, ерші қызы мен туман, егер ерла басласам, ершылардан кем туман, ершылардан кем туман. Егер ерла басласам, ершылардан кем туман, ершылардан кем туман. Яманлайсың өзіңді, ерман айтқан сөзімді, ярасайық еріспеш, сүйгенімді көрсетеш, сүйгенімді көрсетеш. Ярасайық еріспеш, сүйгенімді көрсетеш, сүйгенімді көрсетеш. Домбыраңды қолға алып, ерларыңды бір ерлаш, сөздерімді айтып, жүрегімді қуанташ, жүрегімді қуанташ. Сүйу сөздерімді айтып, жүрегімді қуанташ, жүрегімді қуанташ. Кеше ерсім қысымде, күндіз жүрсем есімде, сенде есеш жоқ болар дүниядың үстінде, дүниядың үстінде. Сенде есеш жоқ болар дүниядың үстінде, дүниядың үстінде. Қар борайды, борайды, егіт ерлар ерлайды, басқа қызбын айтса да менен көзін алмайды, менен көзін алмайды. Басқа қызбын айтса да менен көзін алмайды, менен көзін алмайды. Үй артында бір терек, алмалары төгірек, өзім сүйген аруыммен ойнап шықтым төгірек, ойнап шықтым төгірек. Өзім сүйген аруыммен ойнап шықтым төгірек, ойнап шықтым төгірек. Аққан судың бойында яяу жүріп барадым, сауал болдың үшінен, ялғыз сені айырдым, ялғыз сені айырдым. Сауал болдың үшінен, ялғыз сені айырдым, ялғыз сені айырдым. Сөзлерің ашу болса да іштен оттай күйесін, көздерің айтып тұрыр, ялғыз мені сүйесін, ялғыз мені сүйесін. Көздерің айтып тұрыр, ялғыз мені сүйесін, ялғыз мені сүйесін. Есітсем де уазыңды, түрленеді көңілім, саға қарап еш тоймайды, сені сүйген көздерім, сені сүйген көздерім. Саға қарап еш тоймайды, сені сүйген көздерім, сені сүйген көздерім. Жолларың теңейіліп, яз күнлерің көп болсын, сөйтіп мені сүйгеніңнің өмірі ұзақ болсын, өмірі ұзақ болсын. Сөйтіп мені сүйгеніңнің өмірі ұзақ болсын, өмірі ұзақ болсын. Ноғай тілінде ерлар ерладың, біздің студияда біздің қараушылар сені көрсе, сені юқтанып, сенің дауазыңа сұқланып, сүйініп, алдыда енді со мұратларыңа ет. Не зат салдың ма, со мұратларың толсынлар, біздің халыққа енді көп қуаныш, енді көп ярасықлы ерлар сауғаларыңды yorаймын. Балы қараушылар, бүгін біздің студияда қонақта ерші Мариям Утакаева болды. Яқшылықпен қалыңыз.